Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға тегін және де жылдам, оңай оқушылардың қызығушылығын тудыратын интерактивті тапсырмалар жасауға арналған сайтпен таныстыратын боламын. Бұл сайтты меңгеру өте оңай. Ол үшін біз Learning Apps сайтын пайдаланамыз. Бұл сайтқа кіру үшін браузерге Learning Apps деп тересіз. Сайттың ең алдымен мүмкіндіктерін таныстырып кетейін. Бұл сайтта дайын мында жаттығулар бар, әртүрлі салалар бойынша жаттығулар бар. Тек бір кемшілігі бұл дайын тапсырмалар орыс тілінде. Біз әрі қарай осыларды қазақ тіліне айналдырып, өзімізге қажетті қазақ тіліндегі жаттығуларды жасауды үйренетін боламыз. Және де қандай жаттығулар жасауға болады, жаттығу түрлеріне келетін болсақ. Алдарыңызда көріп тұрғандай міне жұбын тап, классификация, уақыт сызығы, ретін тап деген сияқты, картамен жұмыс, міне сурет бойынша жұмыс, викториналық, кроссворд, пазл сияқты тағы да міне бірнеше тапсырмалардың үлгілерін көріп отырсыз. Сіз осы бір шаблонды таңдап, өзіңіз кез келген тапсырманы жасай аласыз. Және бұл өзіңіздің жасаған тапсырмаларыңызды сақтау үшін сізде осы сайтта тіркеу болу қажет. Ол үшін вход батырмасын басамыз, менде мында тіркеліп тұр. Ал жаңадан аккаунт ашу үшін создать аккаунт деп жазамыз. Мына жерге өзіміздің аты жөнімізді, мысалға Асқар дейін, почтамызды енгіземіз, мен өз почтамды енгізе берейін, және де пароль енгіземіз. Өзіңізге қажетті кез келген парольді енгізесіз. Мұнда шарттармен келісемін деп мұнда белгілер қоясыз, және де мұнда көрсетілген әріптерді, белгілерді енгізесіз. Міне мен өз аккаунтымен кірдім. Содан кейін мысалға мен өз аккаунтым мына жерде бізде шетінде моя вещь деп тұрады. Оны бассақ, менің мұндағы өзімнің жасаған жаттығуларым, сақтап қойған жаттығуларым осының ішінде болады. Сонымен қатар мұнда папкаларға бөліп сақтауға болады. Енді кез келген жаттығуды өзіме сақтауды көрсетейін. Мысалға география бөлімін ашайын. Осының ішінде міне аздаған Қазақстан деген осының ішінде қазақша шамалы тапсырмалар бар. 9-шы сынып гидросфера дейді мысалға. Өзен бөліктері, өзен бассейндер, тест, тапсырмалар деп бірнеше бөлікке бөліп қойыпты. Өзен бөліктерін сәйкестен міне осындай суреттік негізінде тапсырмалар бере аласыз. Енді осы тапсырма маған ұнап тұр, енді өзіме сақтау үшін мен оны сохранить в моих упражнениях деп сақтап аламын. Және де осы менде бұл сақталды, міне менің папкамда моя вещьтің ішінде тұр, сақталып тұр. Енді осы тапсырманы мен оқушыларға ссылкасын жіберуім керек. Тапсырманы ашып, поделиться дегенде мына жерде оның ссылкасын көшіріп, кез келген құрал арқылы WhatsApp-пен немесе біз оқушыларға ссылкасын жібереміз. Немесе мына жерде QR-кодты ашасыз, үлкен экраннан оқушыларға көрсетесіз, олар скан жасап, осы тапсырмаларға оңай кіре алады. Оқушылар ешқандай тіркеусіз бірден осы ссылка бойынша кіріп тапсырманы орындайды. Келесі видеоларда мен сіздерге осы Learning Apps сайты арқылы жұбын тап, сәйкестендір сияқты тапсырмаларды жасау үлгісін көрсететін боламын. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.